Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде 2-ші сыныпқа арналған қызғаныш тақырыбында диктант. Алдымен мәтінге назар аударайық. Мен сіздерге мәтінді толық оқып беремін. Содан кейін мәтінді жазуға кірісеміз. Қызғаныш. Мойнақ көпірден өтіп келе жатты. Аузында тістеген сүйегі бар. Ол судағы өзінің көлеңкесін көрді. Көлеңкені басқа күшік деп ойлады. Енді ол сол сүйекке қызықты. Аузындағысын тастап жіберді. Өз сүйегі де су түбіне кетті. Барлығы мәтінде 33 сөз. Ал енді достар, диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен мәтіннің тақырыбын жазайық. Қызғаныш. Жазамыз. Қызғаныш. Бірінші сөйлем. Мойнақ көпірден өтіп келе жатты. Азат жолдан бастап жазамыз. Мойнақ көпірден өтіп келе жатты. Сөйлемді тексереміз. Мойнақ көпірден өтіп келе жатты. Келесі сөйлем. Аузында тістеген сүйегі бар. Жазамыз. Аузында тістеген сүйегі бар. Аузында тістеген сүйегі бар. Келесі сөйлем. Ол судағы өзінің көлеңкесін көрді. Жазамыз. Ол судағы өзінің көлеңкесін көрді. Сөйлемді тексереміз. Ол судағы өзінің көлеңкесін көрді. Келесі сөйлем. Көлеңкені басқа күшік деп ойлады. Жазамыз. Көлеңкені басқа күшік деп ойлады. Сөйлемді тексереміз. Көлеңкені басқа күшік деп ойлады. Келесі сөйлем. Енді ол сол сүйекке қызықты.
жазамыз. Енді ол сол сүйекке қызықты. Сөйлемді тексереміз. Енді ол сол сүйекке қызықты. Келесі сөйлем. Аузындағысын тастап жіберді. Жазамыз. Аузындағысын тастап жіберді. Сөйлемді тексереміз. Аузындағысын тастап жіберді. Келесі сөйлем. Өз сүйегі де су түбіне кетті. Жазамыз. Өз сүйегі де су түбіне кетті. Міне достар, мәтінді толық жазып шықтық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан кейін экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Қызғаныш Мойнақ көпірден өтіп келе жатты. Аузында тістеген сүйегі бар. Ол судағы өзінің көлеңкесін көрді. Көлеңкені басқа күшік деп ойлады. Енді ол сол сүйекке қызықты. Аузындағысын тастап жіберді. Өз сүйегінде су түбіне кетті.